Бүгінгі сабақтың тақырыбы тригонометриялық теңдеулерді белгісізді алмастыру әдісімен шешу. Егер де біз тригонометриялық теңдеулерімізді қандай да бір түрлендірулер арқылы синус x, косинус x, тангенс x және котангенс x-ке x осы өрнектер арқылы өрнектеп алатын болсақ, онда теңдеуге біз мынандай белгілеу енгізсек болады. Бұл жердегі тангенстің жарты аргументі тең болады t. Енді оны белгілеу үшін синус, косинус, тангенс, котангенсті тангенстің жарты аргументі арқылы өрнектейтін формулаларды білуіміз керек. Сол формулаларды еске түсіріп жазайық. Синус x дегеніміз 2 тангенс x бөлінген 2 бөлімінде 1 плюс тангенс квадрат x бөлінген 2 болатын. Енді осы жазудағы егер тангенс x бөлінген 2-нің орнына t-ны қоятын болсақ, 2t 1 плюс t квадрат деген белгілеу енгізіледі. Енді косинус x-ті белгілесек, онда ол былай болады: 1 минус тангенс квадрат x бөлінген 2 1 плюс тангенс квадрат x бөлінген 2 деген формула бар болатын бізде. Енді тангенс x-тің орнына жаңағы белгілеуді енгізсек, 1 минус t квадрат алынды бөлімінде 1 плюс t квадрат болады. 1 плюс t квадрат болады. Ал енді тангенс x-тікі жіктелінуі бізде мынандай болатын: 2 тангенс x бөлінген 2 бөлімінде 1 минус тангенс квадрат x бөлінген 2. Енді оның орнына жаңағы t-ны қоятын болсақ, 2t 1 минус t квадрат деп белгіленетін. Ал котангенс осыған кері болатын. Котангенстің формуласы котангенс x тең болады. Мына формулаға керісінше жазатынбыз. 1 минус тангенс квадрат x бөлінген 2 2 тангенс x бөлінген 2. Бұл өрнекті 1 минус t квадрат бөлімінде 2t. Міне мынандай белгілеулерін енгіземіз. Берілген теңдеуді жаңа ғана өзіміз танысқан әдіспен шешейік. Яғни синус x-ті және котангенс x-ті тангенстің жарты аргументі арқылы өрнектеп аламыз. Синус x-ті өзіміз білетіндей 2 тангенс x бөлінген 2 1 плюс тангенс квадрат x бөлінген 2 түрінде жазсақ, ал котангенс деген 1 бөлінген тангенс x бөлінген 2 тең 2. Енді тангенс x бөлінген 2-нің барлығын жаңа бір айнымалмен белгілеп алсақ, тангенс x бөлінген 2-нің бәрін t деп белгілеп алайық. Сонда бізде не шығады? 2t 1 плюс t квадрат плюс 1 бөлінген t тең 2 болады. Енді бөлшекті ортақ бөлімге келтіріп аламыз алғашқы екеуін. Сонда бөлімдері көбейтінді түрінде жазылады. t квадрат көбейтілу t, толықтауыш көбейткіш бірінші бөлшекте t болады, екінші бөлшектікі 1 плюс t квадрат болады. Сонда 2t-ны t-ға көбейтсек 2t квадрат болады. Плюс 1-ді 1-ге көбейтеміз 1, 1-ді t квадратқа көбейтеміз t квадрат тең 1-ден 2 деп жазайық. Қосас мүшесін біріктіреміз. 2t квадратқа қоссақ t квадратты 3t квадрат болады. 3t квадрат плюс 1. Ал бөлшектің бөліміндегі жақшаны ашып жіберсек, t плюс t-ның 3 дәрежесі тең 1-ден 2 болады. Енді пропорцияны қолдану арқылы 2-ні t-ға көбейтсек, 2t плюс 2-ні t кубқа көбейтсек, 2t куб болады. Тең 1-ді көбейтем 3t квадратқа 3t квадрат плюс 1-ді 1-ге көбейтсем плюс 1 болады. Енді теңдіктің оң жағындағы тұрған өрнектерді сол жағына қарай өткізіп алайық және дәреженің кем ретімен реттеп жазайық. Сонда 2t куб минус 3t квадрат плюс 2t минус 1 тең 0 болады. Себебі плюс 1 бері қарай минус 1 болып өтеді. Енді мына берілген өрнекті көбейткіштерге жіктеп алайық. Ол үшін біз 3t квадратты екі өрнектің қосындысы түрінде ажыратып жазып алайық.
Сонда былай болады. 2, мынада 2 коэффициент тұр, онда 3-тің екеуін осыған береміз. Минус 2t квадрат болады, ал біреуін келесі жағына қарай өткіземіз. t квадрат плюс 2t минус 1 тең 0. Алғашқы екеуінен 2, ана жерде куб. Алғашқы екеуінен 2t квадратты жақша сыртына шығарсақ, 2t квадрат жақша сыртына шығады, t минус 1 қалады. Ал минусты жақшаның сыртына шығарсақ, t квадрат минус 2t плюс 1 қалады, тең 0. Бұл бізге екі өрнектің қос айырмасының толық квадратын береді. Сонда 2t квадрат t минус 1 минус t минус 1-дің квадраты болады. Екі өрнектен ұқсас, ортақ көбейткіш ретінде t минус 1-ді шығарсақ, t минус 1-ді шығарсақ, 2t квадрат қалады. Минус t минус 1-дің квадратынан біреуі шығып кетеді, біреуі ішінде қалады. Және минус бар жақшаны ашқанда минус t плюс 1 болады. Тең 0. Енді көбейткіштердің әрқайсысын жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда бірінші көбейткіштен t минус 1 тең 0, одан t тең 1 шығады. Ал екіншісінен 2t квадрат минус t плюс 1 тең 0, одан ары қарай өткізсек 2 болады. Лақтырып әдісіне салайық. t квадрат минус t плюс 2 тең 0 десек, көбейтсек плюс 2 минус 1. Көбейтсек минус 2 минус 1 мен жоқ. Дискриминанттың, бұл жерде теңдеудің түбірі болмайды екен. Теңдеудің түбірі болмайды, себебі дискриминант тауып жіберсек 1 минус 8 минус 7 нөлден кіші. Бұл жағдайда теңдеуде түбір болмайды екен. Олай болса, енді t-ның табылған мәнін бағана өзіміз белгілеп алған жаңа айнымалыға апарып қоямыз. Яғни тангенс x бөлінген 2 тең 1 болады. Мына жерге қоятын болсақ, тангенс x бөлінген 2 тең 1 болады. Бұдан x бөлінген 2-нің мәні, тангенстің 1 болатын мәні пи бөлінген 4-те, арктангенсте, плюс пи k дейік. K z-чиннан алынған. Енді x-тің бөлу 2, оны теңдіктің екінші жағына көбейту 2-мен шығарсақ, x тең пи бөлінген 2 болады. Пи бөлінген 2 плюс 2 пи k болады. Бұндағы k z-чиннан алынған дейміз. Сонымен берілген теңдеудің түбірі пи бөлінген 2 плюс 2 пи k түрінде болады екен.